Bismillahirrahmanirrahim. Мен комментарийді өшіріңкірейін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баршаңызға да Алла Тағала істеріңізге, өмірлеріңізге береке берсін. Бір жақсы отырыс болып жатыр. Әйтеуір Меккеде болса да бәрібір қазақшылығымыз қалмайды. Ағайын туыс тауып, бауыр тауып, әйтеуір қазақылық, қонақжайлықпен қамыр тамақ қылып. Құрметті бауырлар, негізі мынандай бір ақиқат бар екен. Бір адам енді қарапайым Алланың берген нығметі болады ғой енді. Көзі бар, құлағы бар дегендей. Сол нығметтердің біреуіне қалайықшы. Сол бір нығметке шүкір ету міндет болады. Өйткені шүкір етсеңіз, Алла Тағала сізге көбейтіп береді. Сол нығметті сіз керек етсеңіз, оны реттегіңіз келсе, сол нығметті одан да ары қарай жалғаса берсін дегіңіз келсе, сіз шүкір етесіз. Ендеше сол шүкірлігіңіздің пайдасы бар өмірде. Бірінші орында адамға шүкірлік қуаныш сыйлайды. Екінші орында шүкірлік адамға береке сыйлайды. Үшінші орында шүкірлік адамның пенделік міндетін атқаруды дұрыс деп саналынған, яғни пенделік міндеті болып саналады. Әлбетте мен міндет деп адамды тұсап тастағым келмейді. Бірақ осы өмірдегі Құдайдың сізге нығметін бір ғалым әдемі қылып түсіндіріп береді. Мысалы, Алла сізге бір көз берсе, сол көздің нығметіне сіз шүкір қылып, шүкір оқысаңыз, 2 ракағат шүкір намазын оқысаңыз, білесіз ба, соны шүкір етуді, немесе жай ғана Құдайға шүкір, маған сол 2 көзді берген деген сөзді айту үшін де, немесе сол 2 ракағат намаз оқып, соны түсіну үшін де адамға ықылас керек, иман керек, және Алладан тауфиқ керек екен. Тауфиқ деген сөз сәйкестік. Алла бұйыртса ғана сіз соны орындай аласыз. Алла бұйыртпаса, Алла сізге соны ақылыңызға салып, ойыңызға салып реттеп бермесе, және істерін келтіріп бермесе, оғанда орындай алмайсыз. Сонда ғалымдарымыз айтады, сен бір нығметіңе шүкір ету үшін Алладан сұрайсың, Аллахым, мен ана нығметке шүкір етуді маған жазшы деп. Алла саған берді, сен шүкір еттің. Ендеше мына шүкір еткеніңді шүкір ету үшін тағы шүкір етесің дейді. Сөйтіп осылайша бұл таусылмайтын бірінің біріне шүкір, яғни бір нығметіңнің шүкірі қияметке шейін шүкірменен бітеді деген бір әдемі сөз айтады. Менің айтқым келгені, құрметті бауырлар, Алла Тағала сізге көптеген нығметтер берді. Сол нығметтің ішінде ең үлкені иман нығметі. Құдайды тану деген нығмет өте үлкен нәрсе. Қазір осы жерде Меккеде, Мадинада егер байқап қарасаңыздар, шынымен ақ осы біздің қазақ халқының көрмегені жоқ. Ашаршылықта болды, молдаларымызды да өлтіріп, кітаптарымызды да жағып, көміп, тіпті молданың өзін емес, молданың туысы болса да соны айдауға жіберді. Ол бар хақ дүние, оны ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Бұл тарих, бұдан сабақ алуымыз керек. Бай құлақтарымызды құртты. Бірақ бұның барлығы мен біреуге кектену үшін кек сақтайық деген сөз емес. Кек сақтау бұл пайдасыз дүние. Сабақ алу керек. Бұл қателікті қайта жасамайтын деңгейге бару керек. Ол қателікті дұрыс үйрене білу керек. Құрметті жақсылар, біліңіздер. Мысалы, ел ішінде бір адам бай болса, халықта сөз бар. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы дейді. Неге? Өйткені сізден сұрамайды ғой тым болмағанда. Мысалы, бір туысқаныңыз бай болса, сізге бермейді, бірақ бермей қойсын. Сізден сұрамайды ғой. Қандай рахат соның өзі? Соның өзі үлкен нәрсе. Сондықтан қазіргі кезде кейбір ағайындарымыз осы мысалы бизнеске қызығып, байлық іздеп, қайтсем миллионер болам деп жатыр ғой. Мен бір жағы қолдаймын, бай болсын. Бірақ екінші нәрсе бар. Дүние байлығы деген бар.
одан бөлек адамның рухының жан байлығы деген бар. Қалтаңыздың ақшасының байлығы ары кетсе сізде бірнеше адамға жұмыс беріп, бірнеше адамға жақсылық жасайтын шығарсыз. Бірақ білесіз ба, білімі болмаған адам білімі бар адамға қызмет қылады өмір бақи. Бізді қазақты, елімізді көтеретін нәрсе үлкен дүние, ол ғылым білім. Ол жай ғана ақша табу емес, ақша табудың білімі де емес. Білімді сіз ақша табу үшін де оқымаңыз. Бұл өте қате пікір. Білімді өзіңізді дамыту үшін, одан жоғары үлкен миссиялар үшін дейміз ғой, одан жоғары үлкен мақсаттар, биік армандар үшін оқу керек. Қайтсем елімді көгертем, жерімді көгертем, қайтсем өзім жер бетінде ең үлкен маман болам деген сияқты. Одан үлкен нәрсе қойсаңыз ғана сіз шынайы керемет маман боласыз. Шүкіршілік туралы бастадым, неге бара жатырмын? Құрметті бауырлар, білесіз ба? Еліміз неше ауыртпашылық, үлкен қиыншылықтан өтті. Біздің шүкіршілігіміз Аллаға деген өте жоғары болу керек. Алла тағала тілімізді, тарихымызды, дінімізді қиратып жіберетіндей дұшпан берді. Бірақ соның бәрінен шамамыз жеткенше қалдыруға да күш қуат берді. Енді біз бұдан сабақ алатынымыз, бауырлар, ел байлығын ойлайық, білім байлығын ойлайық. Соның ішінде біздің халықтың дұшпандары молдаларымызды бекер қиратқан жоқ. Молда түгіл молданың туысқандарын бекер өлтірткен жоқ. Себебі көп адамдарда тіпті сол дін туралы мәліметті құртып жібергені сонша, біздің қазақтың даласынан тіпті шетелде оқып келген біздің балдарымыз, шетелде оқып жатқан қазақтың ұл-қыздары ойлайды, біздің қазақта діни маман болмаған, дін бізде ондай болмаған деп ойлайды. Тіпті осылай деп кейбір востоковед дейміз ғой, шығыстанушылардың кітап деректеріне де сүйенеміз. Бірақ бұл қате пікір. Ислам әлеміндегі тарихи кітаптарды, ғалымдардың есімдері бар, табақатул уляма деп айтамыз. Ғалымдардың дәрежелерінде қай жылда қандай ғалым өткен, қай кітаптан қандай не жазған деген сияқты ғылыми еңбек жазған үлкен табақалар дейміз ғой, дәрежелер жазылған кітап, тарих кітаптар бар. Соларды оқысаңыз, біздің қазақтың даласынан ислам әлеміне, мен жай ғана емес, ислам әлемінің барлығына, оның ішінде арабы да, түркі де, басқасы да кіреді, парсы да. Соған, сол шыңның басына көтерілген үлкен ғалымдарымыз болған. Бірақ біз соларды танымайтын дәрежеге жеттік. Тарихымызды соншалықты ұмытқанымыз, діннен соншалықты шеттегеніміз, қазіргі кезде біз умраға келіп атыр, кейбіреулер тіпті сынап атыр, осы жаққа бара беріп арапты тамағын беріп атсындар ғой деп. Өте қате пікір. Егер Қазақстаннан келген адамменен өзге жерден келген адамды салыстырсаңыздар, біздің қазақтың даласынан келген халық суға тамған тамшы сияқты. Біз өте азақпыз мұнда келіп атқандар. Және де келіп атқандардың мен ықыласына да өте тәнтімін. Қандай ұзақ жаққа барса да шамасы жеткенше харам мешітіне намаз оқуға әрекет жасайды. Қанша қиналса да бір-бірін тартқылап түнгі намазға, таң намазына тұрғызып жатады. Өте үлкен нәрселер көріп, қатты жүрегіме бір қуаныштар көріп, осы қажылардың, умрашылардың жасап атқан амалдарын көріп қатты қуандым. Құдайға көптеген шүкірлігім артты. Құрметті бауырлар, елімізге рухани байлықта керек. Мен соны айтқым келіп жатыр. Сөздің тоқетері осы мәні еді. Құрметті бауырлар, ақша табылады. Қимылдасаңыз, рызық несібесіз қамайсыз. Өйткені Хасан аль-Басри сияқты өте үлкен әулие кісілер анық айтқан сөздері бар. Алла маңдайыңа жазған рызықты сен қайда болсаң да табасың. Мен оны өмір бақи сынағанмын. Өз басым мысалы қария болған әкемді кеше ғана шығарып салдық. Сол шығарып салғанға шейін сол кісінің батасын аламын деп мені небір үлкен жұмыстарға шақырса да барып отқан жоқпын. Бірақ маған берген керемет Құдайдың білімі, әдемі бір ереже өмірден үйренгенім. Егер мысалы бір керемет мені жұмысқа шақырып атыр, айтады, осы жерге барсаң атақ та бар, мансап та бар, ақша да бар дейді. Сонда айтатынмын, егер сол нәрсе шынымен менікі болса,
соның несібе менікі болса, мен таудың ішінде жатсам да маған келеді деп. Өзім куамын сіздерге. Кентау деген қалада тұрамын. Бар жоғы 100 000 халқы бар. О кезде тіпті 80 000 халқы бар. Кішкентай қала еді. Бірақ соның ішінде жатып та уағызым қазақтың даласының бәріне жетті. Сол жерде де қазақтың бүкіл халқына шамам жеткенше мынау деп көрсететін молданың бірі мен болдым. Соның ішінде жатып та мен несібемді таптым. Көп адам ойлайды, мен дүниенің артынан қууым керек деп. Жоқ, кешіріңіз. Несібеңіз қайда болса да сізді табады, сізден амал. Сіз қайда болсаңыз да амалын тапсаңыз, несібеңіз келеді. Одан биік нәрсе бар. Нан табудан, миллион табудан да биік дүние бар. Ол рухани байлық. Сіздің кім екендігіңіз, адамилығыңыздың байлығы. Адам баласын Құран-ы Кәримде Алла тағала ғибадат үшін жараттым деп айтады Алла. Руханият үшін деген сөз. Жүрегіңде рухыңды байытатын амал жасамай қуыс кеуде болсаң, сен ешкім емессің. Біліңіз, қазіргі Европа қайда бара жатқанын білгіңіз келе ма? 60-шы жылдары қысылғаннан, о кезде қатты промышленность дейма, өнеркәсіп керемет дамыды Европада. Ойлады, біз өнеркәсіпті дамытсақ, барлығы реттеледі деп. Өнеркәсіп, бүкіл алғы мықты технологиялар дамып, 60-шы жылдар, 50-шы жылдар тоқырауға ұшырайды. Неге? Өйткені адамда оңайлататын жұмысын, тіршілігін оңайлататын дүние көп, бірақ адамда адамилық деген қасиет қалмай баратады. Адамилық деген екінші бір адамға жәрдем бере салу, ата-анаға мейірім жасау, аға ініменен бауыр болып араласу, нағашы жиен, жекжат, туыс деген жақын қатынас жоқ. Өзіңіз байқап қарасаңыз, я экономика жағынан жақсы шығар. Кейбіреулер айтып жатыр, тойды құртатын, қазақты құртатын той деп. Ол енді артық ысырапшылдыққа мен де қосылмаймын. Бірақ ол жердегі мағына, тойдың да, жиынның да, қазақтың тойының мағынасы ағайын туыстың бас қосылғандығы. Сол ағайын туыстың бас қосылғандығына жайылған дастарханнан киелі дастархан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіңе келген қонақты, ағайын туыспенен араласуды, ағайын туыспенен үзбеуді өте маңызды міндет қылып кеткен. Бұл біздің дінімізде бар нәрсе. Ендеше ағайын туыстықты үзбеу, руханиятыңызды көтеріп, жан байлығын қарау, оны шүкіршілік етіп, оны байыту, ол сіздің қолыңызда. Осы амалдардың біреуі умраға келіп, умра қажылығын жасау. Мұнда келгеннен кейін барып қонақ үйіңізде жатып демала беру емес, шаршап қалдым деп. 10 күнге ғана келесіз. Алла тағала сізді демалдыратын басқа да әдемі орындар берсін. Бұл жерге демалыс үшін емес, құлшылық үшін келсеңіздер екен. Осы жерден бүкіл күнәңіздің кешірімін сұрап алыңыз. Бүкіл рызық несібеңіздің байлығын, жан байлығын, тән байлығын, бүкіл жанұяңыздың байлығын бәрін сұрап алыңыз. Есігінің алдына келіп тұрсыз ғой Алланың. Не бір үлкен әулиелер басқан, табаны тиген жерлерді басып жүрсіздер. Құрметті бауырлар, бұл жерге қайтып келесіз ба, жоқ па? Бір ғалым кісі айтқан екен, біз көріспей қалсақ, мені ізде, өйткені қайтадан жолығамыз ба, жолықпаймыз ба, Алланың қолында дейді. Сондықтан мына Қағбаға келіп, осындай киелі жерге келдіңіз ба, қайтып келесіз ба, жоқ па бұл жерге? Алла тағала осы жерге сізді келуіңізге бұйыртқанда не даналық жатыр, қандай хикметі жатыр? Сол хикметін түсінуді, ұғынуды ойыңызда ашып, көкірек, жүрек көзіңізді ашып жан-жаққа қарай біліңіз. Алла сізді бір іске бұйыртса, бекерге бұйыртпайды. Бұның артында хикметі, даналығы бар. Ең қарапайым даналық өзінің сүйген құлдарының табаны тиген жерге сіздің де табаныңызды тигізу. Ендеше құлшылыққа бай болып, көп намаз оқып, көп Құран оқып, ғибадат қылып қалыңыз. Ана базарға шығып, анаған киім алам, анаған бір нәрсе алам, тәсіп аламын, жайнамаз аламын емес. Оны қайтар күні, немесе тіпті осы жерде гид балдарға қағазына жазып қолыңызда ақша беріп берсеңіз, өзі бар базарға бар сатып алып кеп бере салады. Сіз жаңағы кімге қандай размер,
қанша көйлек, қанша тәспе екенін беріп жіберсеңіз болды. Менің шаруам жоқ, бала, осыны әкеп бер деңіз да, өзіңіз барып ар жақта намазыңызды оқып, шамаңыз жетсе ораза тұтып, көп тәспе айтып, көп Құран оқып, соған күш қуат бергеніңіз абзал. Бұған деген шаршағаныңыз кетеді. Бірақ ертең осы жерге келіп кеткеннен кейін өкініп қалмаңыз. Бұл жердегі әрбір басқан ізіңіз сауап, әрбір жүрген қадамыңызға күнә төгіліп сауаптан жазылады. Өйткені арнайы сіз қаражат жаратып, арнайы уақытыңызды бөліп келдіңіз. Кеше де Нұралы ұстазбен де отырып сөйлесіп отырмыз. Сол кісі айтады, біздің қазақта дейді, тіпті сондай азаматтар шығыпты. Сендер дейді, ақшасын қазақтың жинайсындар да арабқа апарып тастап келесіңдер дейді. Бұл умра дегеннің, қажылық дегеннің бизнес болып кетті ғой дейді. Мен ол кісінің расында да жұбатып айтып атқаным ғой. Бауырлар, қажылық, умра тегін. Умра жасау тегін. Қажылық жасау тегін. Оның услуга дейді ғой, жол кіре, жататын орын, шай тамақ, ол ақша, ол бәр жерде ақша ғой. Ол сіз еліңізге барсаңыз да шай сатып аласыз, тамақ сатып аласыз, үйіңіз, жатқан жеріңіз, свет суыңыз ақша. Өйткені бауырлар, менің ұстазым, бір ұстазым айтады, мен бұл сөзді ұстазымнан алдым, бір ұстазым айтады, менің кітаптарым, менің білімім тегін дейді. Бірақ менің уақытым ақша дейді. Мен саған еш қашан уақытымды тегін бермеймін дейді. Мен саған уақытымды тегін берсем, сен мені қадірлемейсің де дейді. Әкел ақшаңды дейді. Ол кісімен отырысым үшін мен ақша төлейтінмін. Ал менің білімім, менің кітаптарым саған тегін дейді. Дәл осыны айтқым келеді, құрметті бауырлар. Умра тегін, қажылық тегін. Мешітке кіргенге ақша алып жатыр ма, айтыңыздаршы? Ана жерге Қағбаға барғаныңызға, зәмзәм су ішкеніңізге ақша алып жатыр ма? Жоқ. Ақша не үшін төледіңіз? Жатқан жеріңізге төледіңіз. Ұшқан самолетіңізге төледіңіз. Жеген тамағыңызға төледіңіз. Оны неге бір сондай бір ерекше дүние, әлемде болмаған бір сондай нәрсеге айналдыруымыз керек, бауырлар? Бұл қарапайым нәрсені ішіне қулық сақтап, дінге дұшпандық жасап, қазақтың рухы байымасын деген адамның сөзі емес пе екен деп ой келмей ме екен? Бұл қазақтың ата-бабамыздан қолма-қол келген дінін өшірудің бір дұшпандығы емес пе екен? Біздің молдамызды өлтірді, діни кітаптарымызды жақты, молданың туысқандарына шейін қудалады. Енді келіп қазақтың ішіне осындай арам пиғыл салуы, бұл қазаққа деген дұшпандық емей немене, бауырлар? Бұндай нәкәс сөздерді, бұндай өте ауыр дұшпан сөздерден аулақ болыңыз. Жан байлығына, жүректің байлығына жететін байлық жоқ әлемде. Малсыз да күнелткен кезіміз болды. Мен қанша көкелерімізді, жәкелерімізді білем. Өзі табатын табысы кішкентай ақ, шеттей бала-шағаның арасында отырады. Ана туысқанның, нағашы, жиеннің бір баласы, көке, мен армиядан келдім десе, өй балам дейді, қалтасынан ақша шығарып 3 сомба, 5 сомба беретін советтің кезінде. Бірақ ол өзінің айлығы бар жоқ, пенсиясы 20 теңге, 20 сом орыстың ақшасында. Сонда сол кісі бір шеттей бала-шағасымен отырса да сондай мәрттігін, жомарттығын қойған емес. Біздің қанымызда бар бұл нәрсе. Біз қазақпыз. Осы қазақтың даласын, қазақтың топырағын басқан барлық халық та осы нәрседе. Оны мен білем, тіпті менің өзбек достарым да бар. Олардың ет жегенінің жанында айтам ғой, мен сенің жанында мен өзбекпін деймін ғой. Сен ет жеген кезде деймін, мен өзбекпін, сен қазақсың деймін ғой. Оның дәстүрі де, бәрі де біз бір болып кеткенбіз. Осы қазақтың даласында тұрған қай ұлт, біздің салтымыз, дәстүріміз бір болып кетті. Өйткені бір топырақ, бір ауада тұрамыз. Бір шөп жейміз, бір шөпті жеген малды жейміз. Ендеше жақынымыз, бәріміз бірміз. Біздің дәстүріміздің бәрі осы дүние. Қандай дүние? Бірінші байлық біздің жан байлығымыз. Рухымыз бай болса. Өйткені қазақта әуел бастан айтады, пейілің тараймасын дейді. Адамның пейілі деген жүрегі. Жүрегің қысылма, тарылма, қалғанның бәрі табылады. Денің сау болса, бәрі реттеледі.
айтқым келгені, құрметті жақсылар, еліміздің көп дұғасын жасаңыздар. Жан жағымызда неше түрлі от жанып жатыр. Елдер бір-біріменен кешеге шейін қан майдан болып пышақ ұстап бір-біріне қан төгіп жатыр. Көршіміз, жан жақтағы көршілеріміздің бәрінде сондай. Біздің елімізде тыныштығымыздан айырмасын, берекемізден айырмасын. Еліңізге көп-көп дұға қылыңыз. Өркендеуіне, өсуіне дұға қылыңыз. Ұл қыздарыңызға пайдалы білім әперіңіз. Қаламның ұшыменен, білектің күшімен емес, бірінші орында қаламның күшін ұштайтын, қаламның ұшын істік қылатын уақыт бұл кез. Ендеше қызыңызға да, ұлыңызға да білім, жан байлығын, рухани байлығын үйретіп, содан кейін барып, соны қоя беріңіз. Миллион табама, миллиард табама, білімді адам өзінің білімін сата алса, ешқашан қор болмайды. Айтқым келгені, құрметті жақсылар, қажылыққа келдіңіз, сізден көпшілік халық дұға сұрап жатыр. Шамаңыз жеткенше ағайын туыстарыңыздың бәріне дұға қылып қалыңыз. Біліңіз, тіпті бизнес тренингтерде де айтады екен, сен миллионер болғың келе ма? Иә. Қанша адамды миллионер қылдың дейді екен. Яғни сен бірінші біреуді миллионер қыл, сен өзіңнен өзің миллионер боласың дейді. Бұл бекер сөз емес, бұл діннен алынған. Біздің дінімізде айтады, дұғаң қабыл болсын десең, біреуге дұға қыл дейді. Өйткені Алла тағала бір періште жөнетіп, сол періште саған да сондай болсын деп дұға қылдырып тұрады дейді. Тіпті пайғамбарымыздан келген нәрсе бар. Біреудің өзіңнің бауырыңның сыртыңнан жасаған дұға қабыл дейді. Тоқтамайды екен ғой. Сіз өзіңізге жасаған дұғаңыз мүмкін қабыл болмай қалады. Мүмкін тағы бір себептермен шегеріліп қалады да. Бірақ бауырыңыздың сыртынан жасалған дұға тоқтаусыз қабыл болады. Ендеше ағайын туыстарыңызға өзіңізге тілеген нәрсенің бәрін тілей берсеңіз, Алла сізге бере береді. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Я Раббым Аллахым, елімізге тыныштық бер, жұртымызға амандық бер, исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Я Раббым Аллахым, осы қол жайып отырған зияратшылардың Аллахым зияраттарын қабыл ет. Жүректеріне иман байлығын бер. Я Аллахым, сонау жерлерден қанша топырақ басып, қанша мазараттап келген екен. Раббым Аллахым, жан байлығын толассыз қылып, шаңырақтарына береке беріп, екіненің бақытын бер, дұғаларын, ғибадаттарын қабыл ет. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим.